Құрметті ұстаздар мен ата-аналар, білім беру ұйымдарына қабылдау қағидаларына өзгерістер енгізілді. Атап айтқанда, бұған дейін бірінші сыныпқа қабылдау мерзімі 1 сәуір мен 1 тамыз аралығында болса, осы жылдан бастап 1 сыныпқа қабылданатын баланың ата-аналарынан немесе өзге де заңды өкілдерінен құжаттарды қабылдау 1 сәуір мен 31 тамыз аралығында жүзеге асырылады. Екінші, мектептен мектепке ауысуға каникул ғана болатын шектеу алынып тасталды. Осылайша оқу жылы барысында тұрғылықты жері бойынша білім алушылардың беру ұйымына ауысуына мүмкіндік беріледі. 10 сыныпқа білім алушыларға өтініштерді қабылдау мерзімі 15 тамыздан 31 тамызға дейін өзгертілді. Колледждерге оқуға түсе алмаған білім алушыларға жалпы орта білім беру ұйымында оқуын жалғастыруға кедергісіз мүмкіндік беріледі.